Джен компанияға жұмысқа келеді. Әжесі оған не дайындап қойғанын ол білмеген еді. Әжесі Азми сол компанияда управляющий болып жұмыс істейтін кісіні шақырып алады да Дженді ресторанға жібереді. Ол жерде ол ыдыс-аяқ жуушы болып жұмысқа тұрады. Джен істегісі келмегендіктен әжесіне қарсы оған қырсығып, сол жерде ыдыс-аяқ жуып қалады. Дженк өзінің суретін әлеуметтік желіге салып қояды. Анасы біліп, әжесіне өз қарсылығын айтқан кезде, анасы да өзің бастық болғың келсе, төменнен баста, сонда ғана барлық нәрсенің қадірін түсінесің дейді. Гүнелдің күйеуі Азра мен оның інісінің үйде тұрып жатқанын қаламайды. Өзіміз күнімізді зорға көріп жүргенде бұлар да басымызға бәле болды дейді. Оны Азра естіп қояды да, мен сіздің орныңызға плов сатып келейін, күріш сатайын деп кешкісін шығып кетеді. Ал інісін Гөнілдің үйіне қалдырып кетеді. Азраның өгей анасы Сумру қызы екеуіне әдемі квартира жалдайды. Азра мен інісі далада қаңғып жүргенде бұлар шалқып өмір сүріп жатады. Қызы оған, біз ақшаны қайдан алдық дегенде, 3 айлық пәтер ақысын бірден төледім, басқа ақшамыз жоқ, кейінгісін сенің жалақыңнан төлейміз дейді. Азра сөйтіп кешкісін палау сатуға көшеді. Жандарынан Жаник пен Жансуд өтіп бара жатады, бірақ бір-бірін көрмейді. Олардың жанына Тарық достары келеді. Сөйтіп олар кафеге кіріп шәй ішіп алайық дейді. Ал сол кафенің қарама-қарсысында Азра палау сатып тұрған еді. Азра палау сатып кеткен кезде Гөнілдің күйеуі Мертті дүкенге жібереді. Ал Мерт болса қайда барарын білмей адасып кетеді. Асханадан Гөніл келгенде Мерт жоқ болады. Қайда дегенде дүкенге жібердім дейді. Сөйтіп сыртқа шығып Мертті іздегенімен Гөніл Мертті таппайды. Джен Асраның далада палау сатып тұрғанын көріп қояды. Жансу да байқайды, бірақ Жансу жігіттерге білдірмей, мен үйге қайттым, анам ұрсады деп өтіріктен кетіп қалады. Палау сатып тұрған Асраға екі жігіттің барып тиісіп тұрғанын көріп, Джен Асраға көмекке келеді. Сөйтіп екі жігітті ұрып, Асраның палау сататын арбасын сындырып тастайды. Ал Асра ештеңе түсінер емес, қайта Дженке айқайлап ұрсып, сен не істедің, менің арбамды сындырдың, сен кімсің деп өзіне ұрса кетеді. Арбаның ішіне тұрған телефоны да жерге құлап, Асраның телефоны істемей қалады. Джен пен екі бұзақыны полиция әкеліп торға қамап қояды. Мерт адасып бір дүкенге келеді. Дүкен сатушысы, сен кімнің баласысың деп, анаңның номерін білесің ба деген кезде Мерт Сумруға хабарласады. Сумру келіп Мертті алып кетеді. Сумру Асрамен хабарласа алмайды. Мерт жолда түсем деп айқайлап, Сумру соған алаңдап жатқан кезде көлік апатқа ұшырайды. Сөйтіп олар бір ағашқа соғылып естерінен танады. Сумру есін жиып артқы орындықта отырған Мертке келгенде ол ес-түссіз жатады. Сөйтіп Сумру Мертті бір шөптердің арасына апарып сол жерде тастап кетеді. Мертті өлді деп ойлайды. Көлігінің жанына қайтып келіп телефон соғады. Мен аварияға түстім, жанымда ешкім жоқ, жалғыз өзіммін деп өтірік айтады. Гөніл Асраға келіп Мерттің жоғалып кеткенін біледі. Тарық та ол жерде тұрғандықтан ол Дженке қоңырау шалып, Асраның інісі жоғалып кетіпті деп. Джен полиция учаскесінен шығып келе жатады да қайта кіріп полицияға арыз береді кішкентай баланың жоғалғаны туралы. Тарық Асра мен Гөнілді үйге әкелген кезде күйеуі арба қайда деп ұрса бастайды. Сол жерге Джента келіп, арбаң қанша тұрады, оны сындырған мен деп арбаның ақысын төлейді. Ертесі Асра полиция учаскесіне барып, тағы да інім жоғалды деп шағымданады. Сөйтіп Сумруға хабарласады, Мерт жоғалып кетті, егер сенімен хабарласа өтініш маған айтшы деп. Ал Сумру ештеңе білмегенде кейіп танытып қоя салады. Гөніл күйеуімен ұрсып жатады. Күйеуі оған, мыналар біздің басымызға бәле болды деп Асраның інісіне ақымақ Есуас деген кезде Асра, менің інімді Есуас деген адаммен мен бір үйде тұра алмаймын деп кетіп қалады. Гөніл Асраға, төменгі жақта бір танысым үйлерін арендаға беріп жатыр, міне кілті, мен хабарласып айтып қоямын деп, және қолындағы алтын білезігін шешіп, кешірші осындай болғанына, мен саған көмектесіп тұрамын деп көмек береді. Сөйтіп Асра ол үйден кетіп қалады. Гөнілдің күйеуі Асраға алтын білезігін біліп қойып, Гөнілді ұрып тастайды. Түнімен көзілмей шыққан Сумру ертесі Мертті тастап кеткен жерге келіп қарағанда, Мерт ол жерде болмай шығады. Яғни біреу алып кеткен, немесе өзі есін жиып кетіп қалған.
Асыра Гөнүлдің танысының үйіне келеді. Сол жерде тұратын болады. Өйткені олардың басқа барар жері жоқ еді. Үй иесі де келіп, Асыра оған алтын жүзікті береді, басқа ақшам жоқ деп. Ал әлгі әйел жақсы кісі болып шығады. Өзіңе керек болып қалады. Ақшасын маған кейін берерсің. Мен көшеде нан сатамын. Ертең кел, маған көмектесесің, әрі ақша табасың дейді. Гөнүл Асыра жаққа бара жатқанда Жент те келіп, екеуі Асыраның қазіргі тұрып жатқан үйіне келеді. Жент Асыраға телефоның менің кесірімнен бұзылды, мен саған міне телефон әкелдім дейді, бірақ Асыра алмайды. Үстелдің үстіне қоя салады Жент. Бала жоғалды деп Жент қағаздарды шығарып әкелген екен. Сөйтіп Жент, Асыра және Гөнүл үшеуі барлық жерге суреттерді іліп шығады. Ал Женттің үйіндегілер болса әжесінен жасырынып, біз әжеміз не айтса соны істегендей болайық, бірақ бұл өзіміз қалауымызды жасап жүре береміз дейді. Оны әжелері естіп жаман болып қалып үйінен шығып кетеді. Асыра жаңа жұмысына кірісіп кетеді. Сол маңдағы мешітте Женттің әжесі де жүрген еді. Мешіттен қайтып келе жатқанда Фариданың жағдайы нашарлап, ол есінен танып құлап қалады. Асыралардың газ баллондары таусылып қалып, Асыра газ баллонды толтыруға кеткенде есінен танып жатқан Фариданы көріп, Асыра соның жанына жүгіріп келеді. Арнама тіркеліп, лайк басып қолдау көрсетіп отырыңыздар. Күнделікті сізге қол созған үміт телесериалын қысқаша шығарып отырамын.